облыс Шиелі ауданында мынау қазіргі таңда мынау жаңағы базарда мысалы мынау 70-ге 80-ге таяған 60 жастағы кісілер мысалы мына базарда отыр. Мынау қартайған шағында мынау қыста суыққа боранға тоңып жаңағы жазда ыстыққа күйіп отыру оңай емес әрине. Енді ол кісілерге бір жаңағы марапаттап па, бір іс-шаралар өткізіп, мына көмек беруге болмай ма әкімге? Мына қартайған шағында қаншама кісілер жаңа базарда отыр мысал үшін. Енді бір кабинетте отырып алып, фирменный тамақ ішіп, жаңағы сен тұр мен атайын қып, бюрократистке салып, ана жаққа бар, мына жаққа бар деп жаңағы жұмсап, ешқандай нәтиже, ешқандай жаңағы жақсылық көрсетпей, міне айлық алып, отпуск алып, бір кабинетте жаңағы отырып, жаңағы құр босқа медаль алып, орден алып отқандардан жақсы ғой мысалы. Мына саудагерлерді айтам, мынау Шорабаев шамалы былай көтермелеу сияқты бір қағаздар беріп әкімге. Осындай жұмыс істемейсіз ба? Бұл бірінші мәселе. Мына екінші мәселе. Мына басшыларға айтатын Шиелі аудандық. Мынау биікпін деп шіренбе, сен де бір құз боларсың дейді мына қазақта. Мына биікпін деп шіреніп, мынау қарапайым кісілерге қорлық көрсете бермеңіздер, мына жолдама бермей жұмысына, приказын жазбай, қол қоймай, печат баспай, бюрократизмге барып. Мына Жандарбеков айтпайға айтатыным. Енді прокурор ауысыпты ғой ауданда. Орнына келді ма, келмеді ма мен білмеймін. Мына Шиелі ауданының басшылары міне қинап, қорлық көрсетіп, осындай қылып, ана жаққа бар, мына жаққа бар деп мас мамандары, басшылары жаңағы қорлық көрсете берсе, мынау үстеріне мәлімдеме беруді сұраймын мынау республикаға, президент үйіне, парламент үйіне. Өйткені себебі қазір ешкімнің жаңағы тойынғанын көтере алмайды ешкім. Өйткені себебі кредит баспасында мынау тамақтың өзін кредитке жеп отыр мысалы. Инфляция мынағынан болып жатыр. Мына пенсия айлық деген общем желге де татымай қалды қазір таңда. Сол себепті мына басшылардың біз бір жерде отырып алып, печат баспай, қол қоймай, бюрократизмге баратын біз көтере алмаймыз. Өйткені себебі бізде адам баласымыз солар сияқты. Отырып алып приказын шығармай, отырып алып күнін өткізіп жеріп, ақшасын азайтып, мынау айлықты ала алмай қалып жатыр мысал үшін. Мынау басшыларға айтатын, мына халықты қинауды доғарыңыздар, қарапайым халықты. Квартирде жүр, кредиті бар. Мына тамақта қымбаттап кетті. Мына қарапайым нанның өзі 130 теңге болды. 1 литр сүтіңнің өзі 450 теңге болды. Мынау сырдың кезіндегідей жаңағы 1 сомға 4 бөлке нан оттыға алатын ондай кез кетті қазір. Болмаса бірыңғай шығайық сіздерге қарай. Күзет бастырып, мәлімдеме беріп түстеріңізден. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Свалкаға саласыздар, заңсыз жұмыс істеткізесіздер, жұмыс берушімін деп ойларыңызға келгенін істеп отырсыздар. Мына кент әкімі Шералы Амангелді саған айтатын. Жұмыс істейсің ба, істемейсің ба, босат орныңды. Мынау қоғамдық жұмыс істейтін кісілердің айлығын көбейтіп, мынау материальный жағдайын жақсартуды сұраймын. Мынау Светлана Жақыпованың назарына еңбек қорғау министрінің. Ешқандай жағдайымыз болмай отыр мына Шиелі ауданында мүгедектерге. Мына мүгедектер мүшесіне айтатын, мына инватаксиді жеке мақсаттарыңызға пайдалануды доғарыңыздар. Қаншама бензинге ақша бөлініп жатыр, қаншама запчастқа бөлініп жатыр, қайда кетіп жатыр ол? Бір 2 газель берген райсовезге. Қайда кетіп жатыр? Өзіңіз орден алсаңыз, ішіп жеп тойсаңыз болды ма? Инвалидтердің мұқтаждықтарын неге айтпайсыз? Әкімнің алдында неге мәселе көтермейсіз? Дәрісін аламай жатыр, больницаға жатамай жатыр, жолдамасын аламай жатыр, тамағын аламай жатыр деп. Құрал жабдықтары бар мына инвалидтік. Журналға тіркелген жоқ деп, бірінші группа инвалидті алып барып бермей, бір рет шум шығардыңыздар. Асылбек деген кісіге айтатын.
Жұмыс істейсіз ба, істеңіз, істемейсіз ба, босатыңыз орныңызды. Сізді не үшін мүшесі қылып сайлап қойды сол инвалидтерге қарайтын қылып? Қызметіңізді атқармасаңыз. Осы мәселені мынау Қазақстан Республикасының мынау жаңағы әлеуметтік министрі Светлана Жақыпованың назарына ұсынамын осы видеомды.